Бәрі жақсы болады деп ойладым, бірақ олар маған біртүрлі қарады. Бәрі маған күлді және WhatsApp-қа да жазды. Мен оған жыладым үйде. Бірақ мен колледжға түстім. Сөйтіп колледжға кірдім. Бірақ ондағы балалар мектептен де ары екен. Мені ұрады, соғады, итереді, орындығымды тартады. Сөйтіп бәрі маған күледі. Тамағымды төгеді. Мен негізі ойлағам, бұлар қояды деп, бірақ олар ешқашан қоймайды екен. Бір-бірін пышақтап, қастандық ойлайды екен, бірақ мен көп ойландым. Мен сондай адам болам ба, бірақ мен ондай адам болмаймын деп шештім. Ондайды ойыма да алмадым. Кітап оқытсам шалады, құлағымнан шерді. Бір рет мен аулаға футбол ойнауға шығып едім. Жүгіріп бара жатсам, мені шалып түсірді. Шалғаннан мен қатты құлаған соң басымды жарып алдым. Сөйтіп мен көзімді көрді. Сөйтіп дәрігерге барсам, дәрігер айтты, сенің басың сынған деді. Сөйтіп мен колледжға келсем, бәрі маған біртүрлі қарады. Ей, сәлем десем, олар маған керісінше күледі. Сен басыңды жарып алыпсың деп күледі бәрі. Ақымақ деп. Сөйтіп WhatsApp-та мен тағы да өзімнің жылағанымды, басымды жарғаным жайлы әзіл қылады. Мен сол үшін көп ойландым. Колледжға барғым келмеді. Себебі олар мені күнде мазақтай береді. Сөйтіп мен директорға бардым. Директор, олар мені ұрады, соғады десе, біз ештеңе істей алмаймыз. Себебі балалар өздері істейді оның бәрін. Біз істейміз, біз кінәлі емеспіз оған деп барлығы айтады. Мен оған қатты жыным келді. Бәрі мені итерді, ұрады, тебеді. Сау болыңыздар достар. Осымен